Мәмен Мұратұлы мен Тұяқберді Шәмелев атамыздың кесенесінің басындамыз. Бұл Жаңақаланың күйдің астанасы екенінің айқын бір дәлелі десек те болады. Себебі Әбіш Кекілбаев айтқан екен, егер де қазақ даласында күйдің астанасы болатын болса, ол осы Жаңақала болар еді деген үлкен бір бағасын берген. Жаңақалаға кіре беріс тұста осы қос кесене орналасқан. Қадыр Мырзали атамыз 1000 тұяқтың дүбірі, бір тұяқтың саусағы деп Тұяқберді Шәмелев ағамызға өзінің үлкен бағасын берген өнеріне деген. Егер де өнерге бас иемін, бабаларымыздың басына келіп зиярат етемін десеңіздер, осы бір қос кесенеге келіп соғуды ұмытпаңыздар. Мал өсірсең, қой өсір, пайдасы оның көл өсір. Міне осындай ұранды ұстанып, жаңақалалықтар кезінде қой өсіруден, әсіресе Еділбай қойын өсіруден алда болған екен. Міне асыл тұқымды мал заводы болған осы ауылда, Бірлік дейтін ауыл. Енді келген бойда сіздерді осы ескерткіш күтіп алады. Енді ескерткіштің жағдайы қазір сәл нашарлап қалыпты. Мүмкіндік болып жатса, ең бірінші осы жерге келетін адамдар ескерткішке қарап ауылдың бағасын береді. Сондықтан бұл ескерткішті жөндеп жіберсек керемет болатын сияқты. Қазақ күйінің анасы Дина Кенжеқызы Нұрпейісова Құрманғазы атамыздың төл шәкірті осы Жаңақала жерінде дүниеге келген. Қазақстандағы Дина Нұрпейісова атындағы жалғыз мұражай осы Жаңақала өңірінде орналасқан, Жаңақаланың өзінде орналасқан. Келіп көрсеңіздер болады, тарихты танып біліңіздер, осы мұражайға соғып кетіңіздер. Күй өнерінде ерекше орны бар Қали Жантілеуов атамызда осы Қамыс Самар өлкесінде дүниеге келген. Міне көріп тұрғандарыңыздай Қали атамыздың шапаны, домбырасы осы мұражайда сақтаулы тұр. Енді бұл кісінің бізге жеткізген мұрасы Дина әжеміздің күйлерін бізге түп нұсқа негізінде жеткізген.
Төребайдың тамы немесе Төребайдың мазары міне Жаңақала ауданындағы ең ескі зираттардың бірінің басындамыз. Яғни оның көрсеткіші мына кірпіштерден байқауға болады. Өте ескі. Енді бабаның басына келіп зиярат етуге келдік. Бұл жерге біраз адам келіп зиярат еткен шығар. Жардағы жазулардан білуге болады достар. Жардағы жазулар мынау енді ақымақтықтан қараңызшы. Тілек 94 дейді, құрдасым екен. Тілектің істеп жүрген өте дұрыс емес нәрсе. 2011 дейді, ал бертін келе біздің уақытымыздың балдарының жазған. Мына жерде айтайын, инициалмен айтуға болады. Қараңыз, Бауыржан НК дейді. Енді зиярат ету дейтін нәрсе мүлдем ондай нәрсе емес достар. Сондықтан бұл ескерткіш, бұл біздің байлық, құндылық, тарих. Сондықтан бұндай тарихтарға мұқият болғанымыз жөн. Ертеңгі күні балаларымызға айтатын нәрсенің дұрыс болғаны өзімізге жақсы сияқты. Жеке басым мен мұндай құмдарды тек кинофильмдерден ғана көргенмін. Бұл Нарын құмы Жаңақала жерінен бастау алады. Керемет әсер, сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Достар, келіңіздер осы жерге міндетті түрде. Табиғат ананың Жаңақала жеріне сыйлаған ең керемет орындардың бірі ол осы Соркөл. Соркөлдің емдік қасиеті өте керемет. Жалпы бұны шетелден іздеп келетін жандар бар. Аудан тұрғындары да осы жерге келіп демалады екен. Ең керемет нәрселердің бірі біздер көріп тұрмыз. Міне айдында аққулар жүзіп жүр.